Жамбыл Жабаевқа қатысты бір ауырлау сөз айтып жібердіңіз ғой, негізі. Өкіндіңіз болған? Жоқ. Бұлай болды. Жамбылдың туған жерінде сіз Сталиндің туфлиін махаббатпен жалаған дедіңіз. Жамбылдың туған жерінде менімен кездесу болды. Жамбылдың туған жерінде. Соны кейін сол алдыменен Жамбылдың немерелері, шөберелері, шөп-шөптерінің барлығын таныстырды маған. Барлығы жұттар қол соғып жатты кейбіреулер. Соны кейін бір кезде бір әйел шығып, Мұхтар аға, сіз шыншыл ақынсыз ғой, сіз Жамбылға қалай қарайсыз деді. Мен Жамбылға өте үлкен құрметпен қараймын дедім. Құрметпен қарайтын себебім, Жамбыл Сталиннің туфлиін керемет шеберлікпен жалаған, қыртыс-қыртысына жейін жалаған туфлиін. Сондықтан бұл önde туфли жалау жағынан Жамбыл бірінші орын алды дедім. Бірінші орын. Сондай 99 жасқа келгенде солардың ішінен туфли жалаудың майталман шебер екендігін көрсетті деп едім. Сондықтан деп едім, жаңа Жамбылдың нелері, немерелері, шөберелері, шөпшектер бар бастарын төмен санып отырып қалды. Сол кезде жаңағы бүкіл ел орнынан тұрып қол соғып жүрді. Қатысып отырған адамдардың барлығы орнынан. Содан кейін мен айттым, сіздер бұлай деп, мұндай ерлікке барады деп, бұндай батылдыққа барады деп ойлаған жоқ едім. Сіздер әр кезеңде осы биіктен көрініңіздер. Шындық биігінен, елдік, ұлттық мүдде биігінен көріне беріңіздер. Сөйтіп, әр кезде Жамбылдың туфли жалағыштығын еске алыңыздар. Сөйтіп, осындай үлкен парасат биігінен көріне беріңіздер дедім. Айту керек пе бұлай негізі? Неге керек? Немеге? Енді туфли жалаудың шебері болды ғой. Жамбыл. Қазақтың есінде ұлы ақын ретінде де қалып отыр бұл. Ақын ретінде сыйлайтындар да өте көп. Оның да көп өлеңдерін біреулер жазып берген ғой.